Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін өте дәмді болып шығатын үлкен отбасыға арналған бюджетный сливкисіз торт дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз, үстіне қантымызды қосамыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып, ағарып көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Ең бастысы осы жерде осы жұмыртқа мен қантты жақсылап тұрып, ағарып көпіргенге дейін миксерлеу керек. Сол кезде бізде бисквитіміз жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Қазір сіздерге көрсетемін қандай болу керектігін. Міне бізде осындай массасы ағарып көпіріп, өзінің массасы екі есе болып ұлғаюы керек. Біздің міне массамыз дайын болды. Енді біз қазір осы сұйықтығымыздың үстіне қаймағымызды саламыз. Мендегі қаймақтың пайызы 20% қаймақ. Енді қайтадан миксерлеп аламыз. Бізді міне сұйықтық массамыз дайын болды. Басқа жерге қоя тұрып, басқа ыдысымызға какаомызды електен өткізіп салып аламыз. Какаоны міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ешқандай да түйіршіктері болмауы керек. Келесі кезекте үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Бір ас қасық қопсытқышымызды саламыз. Осы құрғақ қоспамыздың барлығын қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Біздің құрғақ қоспамыз дайын. Енді осы құрғақ қоспамызға дайындап алған масса сұйықтығымызды құямыз. Миксерлеп аламыз. Енді ең соңғы болып біз күнбағыс майын құятын боламыз. Күнбағыс майын құйғаннан кейін біз массамызды өте қатты көп миксерлеп керек емес. Шамамен 1 минуттай ғана миксерлеп алсаңыздар жеткілікті болады. Міне біздің бисквитіміздің сұйықтығы дайын болды. Осындай қоюлықта болды. Енді осы бисквитті біркелкі теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Ол үшін таразының көмегін қолдансаңыздар да болады, немесе екі бірдей ыдысқа теңге бөліп көз мөлшерімен салып алсаңыздар да болады. Бізде екі қабатты үлкен торт болады. Енді біз осы духовкамыздың, яғни пешіміздің өзінің формасын, яғни листына пергамент қағазын төсеп аламыз. Одан кейін бір ыдысымыздағы сұйықтығымызды құямыз. Осылайынан қасықтың немесе лопатканың көмегімен толықтай тегістеп шығасыздар. Барлық жері біркелкі болатындай тегістеп алыңыздар. Егер шеттері біркелкі болмаған жағдайда ештеңе етпейді, біз кейіннен кесіп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 18-20 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің бисквитіміз осындай жұп-жұмсақ болып шығуы керек. Тура осылайынан екінші бисквитімізді де пісіріп аламыз. Құйып тегістеп аламыз. Тура бірінші бисквитті пісіргенде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 18-20 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремімізді дайындайтын боламыз. Мен ол үшін қойытылған сүт, яғни вареная сгущенка, сары май және де сүт құйдым. Осының барлығын миксерлеп аламыз. Ыдыстарыңыз тереңдеу ыдыс алсаңыздар ыңғайлы болады, сол кезде шашырамайды. Менде ыдысым кішкене терең емес. Міне осындай сұйықтық пайда болды. Біздің бисквитіміз пісті. Енді екі бисквит кішкене салқындатып алдым. Бірінің үстіне бірін қойып, біркелкі болатындай шеткі артық бөліктерін кесіп аламыз. Бұл артық бөліктерін біз қазір үстін әсемдеуге қолданатын боламыз. Қараңыздар, осындай жұп-жұмсақ бисквит піскен. Шеткі жақ бөліктерін барлығын басқа ыдысқа жинастырып аламын. Енді қазір бір бисквитті аламыз. Астыңғы бисквитімізға кремімізді құямыз. Осылайынан лопаткамыздың немесе қасықтың көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Енді үстіне екінші бисквитімізді қоямыз. Екінші бисквиттің үстіне де кремімізді біркелкі болатындай жағып шығамыз. Қалаларыңызша әсемдесеңіздер болады. Тортымызды кеспес бұрын міндетті түрде 1 сағатқа тоңазытқышқа салқындатып қойыңыздар. Бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі бұл бюджетный, экономды және де өте оңай жасалатын, өте дәмді, жұп-жұмсақ торт. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан видеоны алғаш болып көретін боласыздар.